Баршаңызға сәлем, құрметті педагогтер. Дәл қазір мен сіздерге мұғалім онлайн компаниясының стандарт пакеті туралы айтып беретін боламын. Сіздер курсқа тіркелген кездеріңізде сіздерге жеке логин пароль беріледі. Сол арқылы мұғалім онлайн платформасының ішінде дайындықты өткізетін боласыздар. Сіздер логин парольді алғаннан кейін кез келген браузерге кіресіздерде мұғалім онлайн деп жазасыздар. Сол кезде сіздердің алдарыңызда осындай экран ашылады. Осы жерден бірінші тұрған сайт көк значокпен осындағы сайтқа кіресіздер. Сол кезде сіздерге уже платформа ашылады. Осылай сайт күйінде де телефондарыңызға скачать етіп приложение күйінде де қолдансаңыздар болады. Енді мен қазір сайт күйін көрсетіп жатырмын. Оң жақ бұрышта кіру кнопкасы бар. Осы кіру кнопкасын басасыздар и сол жерде кіру және тіркелу деп алдымызда екі таңдау тұрады. Соның кіру деген жерін тағы басамыз. Кіру бөлімінде сізден почта және парольді сұрайтын болады. Бұл почта мен парольді бізден курс сатып алғаннан кейін сіздерге беріледі. Дәл осы жерге келесіздерде сіздер не істейсіздер, логиндарыңызды жазасыздар және парольдарыңызды тоже жазасыздар да кіру кнопкасын басасыздар. Сол кезде сіз уже платформаға кірдіңіз. Кіргеннен кейін менің профилім деген бөлімге өтесіздер. Потом осы жерде сіздерге уже курс ашылады. Менің нұсқамда бастауыш ашылып тұр. Егер сіз биологиядан сатып алсаңыз, географиядан сатып алсаңыз деген секілді өз пәніңіз ашылады. Осы жерге не істейміз? Бастауышқа кіреміз. Бастауышқа кіргеннен кейін мына жерде тесттер ашылып тұр. Бірінші тест, екінші тест, үшінші тест деген сияқты. Сол тесттерге кіріп дайындықты бастайсыз. Давайте кеттік, бірінші тестті сіздермен бірге орындайық. Мына жерде қарасаңыз, бірінші тестке кірдік, тестілеуді бастау дедік, тағы да тестілеуді бастау дедік, мінекей тест ашылды. Мына жерде қарасаңыздар, құрметті ұстаздар, 10 минут уақыт беріледі, сізде 10 сұрақ. Сіз каждый раз 50 сұрақтық нұсқаны шешпейсіз, 10 сұрақтық нұсқаны шешесіз. Бұл 10 сұрақты шешудің мақсаты жұмыстың арасында, сабақтың арасында, үйде деген секілді қашан бір телефон шықпайтындай уақыт болып қалса, тез кіріп осы тесттермен дайындықты жүзеге асыру үшін ұйымдастырылған осылай. Енді мен келемін, мына жерде мен өтірік қазір белгілей беремін барлығының. Осы 10 сұрақты белгілеп болғаннан кейін оң жақ төмендегі тестілеуді аяқтау деген кнопканы басамын. Сол кезде мен 10 балдың біреуін жинадым. Енді мына жерде результаттарды көріп, қатемен жұмыс жасай аласыздар міне. Бірінші сұрақты мен дұрыс басқан екем, қалған 9-ын қате бастым. Осы қате басқандарымның дұрысын көріп жаттап алуыма болады. Одан бөлек, құрметті ұстаздар, мен енді 10 балдың біреуін ғана жинадым ғой. Мен екінші тестке өте алмаймын. Себебі мен қатемен жұмысты жасап, қайтадан повторно пройти тест деп, мен бірінші тестті қайтадан орындауым керек. Бағана қате кеткендерімді дұрыс қылып белгілеуім керек. Содан кейін бар платформа екіншісін ашатын болады. Бұл жердегі мақсат сіз тестті өте бір жоғары деңгейде, сапалы деңгейде жаттап, аттестациядан сүрінбей өтуіңіз үшін ұйымдастырылған. Стандарт пакеті осылай 100% гарантиямен жүреді. Мына жердегі тесттердің бәрін өтіп шықсаңыздар, бізде бағана мынау тесттердің тізімі тұр ғой, соның барлығын өтіп шықсаңыздар 100% тесттен өтесіздер бұйырса. Егер өтпей қалған жағдайда бізде возврат договор күйінде қайтарылатын болады.